Коворкинг орталық өзін-өзі ұйымдастыру нысаны. Адамдар мен кез келген кәсіп иелерінің еркін қауымдастығы. Коворкинг орталықтың негізгі мақсаты әлеуметтік маңызы бар студенттік бастамаларды, студенттік өмірді жақсарту саласындағы әлеуметтік жобаларды және бірлесе жұмыс жүргізу үшін жастардың қолжетімді жұмыс кеңістігін ұйымдастыруды, өз деңгейлерін көтеруге ниет білдірген және институттың түлектері арасындағы ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің бастамаларын іске асыру үшін ыңғайлы алаң құру. Открытие коворкинг-центров в библиотеке – это вообще партийный проект. Орталықтың ашылуы Қазақстанның кітапханалары партиялық жобасы шеңберінде жүзеге асады. Жаңа орталықта біз келушілермен жаңа форматта жұмыс жасайтын боламыз. Орталықтың ерекшелігі жедел интернет, адамдар арасында емін-еркін бейресми қарым-қатынас. Аталмыш орталықтың ашылуына жергілікті бюджеттен шамамен 1 миллионға жуық қаражат бөлінген. Бүгінде орталыққа қажетті жиһаздар сатып алынуда. Ерекше орталық 12 желтоқсан күні ресми түрде өз жұмысын бастайды. Алдағы уақытта дәл осындай орталықты ескі қалада ашу жоспарда бар. Коворкинг-центр может быть поделен также на зоны. Коворкинг орталық бірнеше алаңдарға бөлінуі мүмкін. Онда жұмыс алаңынан бөлек демалатын жер жасауды да қарастырып жатырмыз. Эльмира Құлмағанбетова атап өткендей, коворкинг орталығындағы барлық қызметтер тегін көрсетілетін болады. Мы считаем, что совместная работа библиотекаря и Біз ойлаймыз, үйде жұмыс жасайтын жандар үшін алдағы уақытта мұндай орталықтардың септігі зор. Себебі бұл жерде барлық жағдай жасалған, тіпті интернет те бар. Қазіргі уақытта Теміртау және Ақтау кентін қосқанда 7 кітапхана жұмыс істейді. Олардың 3-і балалар кітапханасы. Кітапханалар қорында әртүрлі тақырыптар бойынша 350-ден астам кітап бар. Айта кетейік, кез келген қала тұрғыны өз кітаптары мен кітапхана қорын толтыра алады. книги для многих наших жителей, да и для нас тоже, как работников библиотеки. Кітаптарды қоқысқа тастау кітапханашылардың көзқарасымен дұрыс емес. Бізде буккроссинг акциясы жүргізіледі. Онда қала тұрғындары өздеріне қажет емес кітаптарды тапсыра алады. Орталық ашылғаннан кейін онда мастер-класстар, дәрістер, семинарлар мен түрлі шаралар өтетін болады. Жастар бос уақыттарында үстелдік ойындар ойнап, соңғы жаңалықтарды талқылап, пікір алмаса алады. Коворкинг орталықтары арқылы өз идеяларын дамытып, біздің аймақтың және еліміздің дамуына ықпал ете алады.